Қыркүйектің 13 мен 19 аралығында ел бойынша Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығын мерекелеуге арналған 263 іс-шара өтті. Нұр-Сұлтанда 17-ші Еуразиялық медиа форум ұйымдастырылды. Тәуелсіздіктің 30 жылдығына арналған сессияда мемлекеттік хатшы Қырымбек Көшербаев форум қатысушыларына мемлекет басшысының құттықтау хатын оқыды. Президент 19 жыл ішінде форум аймақтың жетекші медиа платформаларының біріне айналғандығын атап өтті. Қазақстан барлық салаларда, оның ішінде медиа және креативті индустрия саласында да бірлескен жобаларды жүзеге асыруға дайын екендігін жеткізді. Түрік теңге сарайы Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған естелік монетасын шығарды. Стамбулда 30 лиралық монета салтанатты түрде көпке таныстырылды. Оның дизайны еліміздің бас консулдығымен бірлесе отырып әзірленді. Осы аптада қазақстандықтар атақты велошабандоз, Олимпиада чемпионы Александр Винокуровты жеңісімен құттықтады. Ол Францияда өткен Ironman сайысында үздік атанды. Даңқты спортшы өз жеңісін Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығына арнады. Елордада Қазақстанның 30 жылында жеткен жетістіктері талқыланды. Ұрпақтар сабақтастығын көрсете отырып, дөңгелек үстелге белгілі қоғам қайраткерлері, саясаткерлер, ғалымдар мен жас буын өкілдері қатысты. Олар Қазақстан халқының бірлігі мен келісімі ел жетістіктерінің негізгі факторлар екендігін айтты. Қыркүйекте еліміздің барлық мектептерінде тәуелсіздік жетістіктері тақырыбында ашық сабақтар өтуде. Ашық сабақтарда оқушыларға мұғалімдермен бірге өңірдің танымал қайраткерлері ел жетістіктері туралы айтып береді. Осы аптада мұндай сабақтар Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан, Қарағанды және Алматы облыстарында өтті. 50 мыңға жуық жоғарғы сынып оқушылары Назарбаев зияткерлік мектептерінде бір күнде өтетін жасампаздық пен даму ашық сабағына қатысты. Сабаққа қатысқан оқушылар Қазақстанның тәуелсіздік жылдары жеткен жетістіктерін мақтан тұтатындықтарын әрі ел ертеңі үшін терең білім алатындықтарын жеткізді. Елімізде қайырымды істер марафоны аясында 247-тен астам қайырымдылық акциясы өтті. Алматы облысында отбасы фест акциясы аясында 200-ден астам әлеуметтік жағдайы төмен және көп балалы отбасыларға азық-түлік себеттері тапсырылды. Бұдан бөлек 30 жыл KZ сайтында елдің 30 жылдық жаңа тарихын білу бойынша онлайн тест іске қосылды. Тарихты ұнататындар үшін тест жаңа сұрақтармен толықтырылды. Тәуелсіздіктің 30 жылдығын атап өтуге қатысты барлық шаралармен 30 жыл KZ сайтында таныс бола аласыздар.